Бұл әңгіме Жандос есімді көрерменнің оқиғасынан үзінді. Жантақтың емдік қасиетін білесіз бе? Қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезі. Оны ауыл тұрғындары малдың қыстық азығы ретінде пайдаланатыны белгілі. Ал емдік қасиет туралы біреу білсе, біреу білмес. Осыдан бірнеше жыл бұрын өтім толып қала беретін. Асқазаным қыжылдайтын да, қалаған нәрсемді жей алмай қор болатынмын. Тіпті кейде астың сіңуінің өзі қиынға соғушы еді. Дәрігерге көрініп, үнемі дәрі қабылдаумен жүретінмін. Бірақ дәрі ішуден, укол салдырудан да адам шаршайды екен. Өтім толып, аузыма ащы запыранның дәмі келіп, қиналып отырғанымда үйге көптен бері көрмеген бір ағайынымыз келіп қалды. Мазамның болмай отырғанын кіржеген қабағымнан байқаған ол кісі, "Бір жерің ауырып отыр ма?" деп сұрады. Мен ас қорыту жолдарының дұрыс жұмыс істемейтінін айтып ем. Ол: "Дәл қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезі. Соны көп қылып орып әкеліп қой да, майдалап турап, шай секілді демдеп ішіп жүр. Аттай болып кетесің" деді. Туысымыздың жасы ұлғайып қалған кісі еді. Сөзіне сенер-сенбесімді білмедім. Қарттықпен бірдеңені шатастырып айтып қалса, бекерге уланып қалармын деп қорықтым. Сөйтіп ол кісіге мақұл деп бас изегенім болмаса, айтқанын орындай қойғаным жоқ. Біраз уақыттан кейін әскерде бірге болған дос жігітті көшеде кездестіріп қалдым. Қала сыртында саяжайы барын айтқан ол мені сонда қонаққа шақырды. Шақырған жеріне бардым. Таза ауамен тыныстап, есік алдындағы хауызына шомылдық. Досым кәуап әзірледі. Әйелі ет асты. Дастарханды тәтті пәттілерге толтырды. Көкөністерден жасалған салаттардан ғана ауыз тиіп, еттен жасалынған тағамдардан түртіп қана қойғанымды байқаған досым неге тамақ жемей отырғанымды сұрады. Мен ауруымды айтып едім, ол маған күле қарап: "Сен қорықпай жей бер, мен оны сіңдіретін нәрсе табамын" деді. Мен арақ құяйын деп отырған шығар деп, ондайды іше алмаймын деп сызылдым. Шыны керек, арақта жақпайтын. Сонымен досым маған күштеп кәуапты да, бешбармақты да жегізді. Бірер сағаттан кейін әйелі шай демдеп әкелді. Дәмі өзгешелеу екен. Ішіп отырмын. Қандай шай деп сұрауға ұялдым. Не керек, қанша күшті тамақ жегеніммен сол күні мен түнде тыныш ұйықтадым. Запыран да мазаламады, асқазанымда қыжылдаған жоқ. Ертесіне қайтып бара жатқанымда досым құтыға салынған бірдеңе берді. Не екенін сұрағанымда ол: "Бұл сені ауруыңнан айықтыратын нәрсе. Күнеге осының бір шай қасығына бір стакан қайнаған су құйып іше бер, жақсы болып кетесің" деді. Әрі қарай қазбалап сұрауға ұялып кете бардым. Үйге келген соң досым берген шөпті үзбей айға жуық уақыт іштім. Шынында да жағдайым түзеліп қалды. Бұрынғыдай мазам қашпайды. Емдік шөбім таусылған соң досыма қоңырау шалып, өткенде берген шайының таусылғанын айтып, тағы барма деп сұрап едім. Ол кеңкілдей күліп: "Соның не екенін байқамағаның ба? Кәдімгі жантақ қой, соны гүлдеген кезде орып ал да, көлеңкеде кептіріп, ұнтақтап, шай қылып іше бер, бойыңда ауру қалдырмайды" деді. Содан бастап жас шықса, жантақ жинап алатын болдым. Сөйтіп оны шай ретінде ішіп жүремін. Құдайға шүкір, денсаулығым 100% жақсарып, өзім жасарып кеттім деуге болады. Құрметті көрермен, біздің арнадағы видеоларды көп адам тіркелмей көреді екен. Дәл қазір арнаға тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Жантақтың суыққа қарсы ыстық түсіретін, жөтелді басатын, жараның аузын жиыратын, зәр айдайтын, іш қатуын болдырмайтын қасиеттері де бар. Ол геморройды да жақсы емдейді. Ем ретінде жантақтың гүлін, тамырын пайдаланады. Іші қатып ауыратындар жантақтың алдын ала кептіріліп ұсақталған тамырының 2 шай қасығына 1 стакан қайнаған су құйып 7 минут қайнатады. Қараңғы жерде 30 минуттай тұндырып суытады. Содан соң оны қайнатпаның бәрін аш қарынға бірден ішіп қою керек. Ішті жақсы жүргізеді. Ал жатыр мойнының эрозиясы, іріңді жара және геморрой аурулары кезінде жантақ ваннасын қабылдау керек. Ол үшін жантақтың 4 ас қасығына 500 мл қайнаған су құйып, оны 2 сағат тұндырып қояды. Содан соң онымен ауырған жеріңізді жуасыз. Жантақтың осындай емдік қасиеттері бар. Дегенмен оны пайдаланбас бұрын емдеуші дәрігеріңіздің кеңесін алғаныңыз дұрыс. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Деніңіз сау болсын. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.